Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өткен сабақты жалғастырамыз. Так, бізде мындай 3D объект болды. Соның қырын көрсету керек. F4 батырмасын басамыз, қыры көрсетіледі. Так, ары қарай бізде не бар? Енді модификаторға кіреміз. Екіншісін белгілейміз, edge деген. Міне қараңыздар, біріншіден бұл модификатордың ішінде edit poly режимінде точка бойынша жұмыс жасауға болады. Қырлары бойынша жұмыс жасауға болады. Сен былай белгілеп алып. Мынау border дейді. Бұл мысалы жаңа тесік бойынша мынау қуыс, то есть жабылмаған, ашық дейді. Және полигон бойынша. Полигон мынау. Полигон деп мынаны айтады. Немесе элемент. Мынаның өзі цельный элемент болып тұр. Бірақ объект бірнеше элементтердің қосындысы болуы мүмкін. Так, тағы не айту керек? Бұл жерде W деген кнопка, WV, то есть WV ол жылжыту функциясы. Басқан кезде W-ді бассақ, жылжыту пайда болады. Y оси бойынша, X оси бойынша және Z оси бойынша жылжытуға болады. Ctrl-Z артқа қарай. Бастық. Сосын навигация интерфейсте мынау автокадтағыдай колесиканы басқан кезде захват пайда болады. А егер Alt-ты басып тұрып, захватпен айналдыратын болсақ, то есть Alt клавиатурадағы Alt-ты басамыз, сосын мышканың колесикасын басқан кезде былай қарап болады. Жақындатамыз, алыстатамыз, ұстаймыз Alt-пен. Alt и колесиканы басқан кезде. Дөңгелектейікші соны. Колесиканы дөңгелектейік. Alt-ты басамыз, дөңгелекті басамыз и былай қарауға болады. Астынан үстінен. Alt-W-ді бассақ, шығамыз. Жоғарыдан қарағанда көрініс. Кнопка клавиатура Z-ті басатын болсақ, zoom. Біздің объектін тауып береді. Z. Мынау фронтальный, алдынан қарағанда көрініс. Alt-W басамыз, шығамыз. Мынау шетінен қараған кезде zoomды бассақ, міне. То есть жан-жақтан көрініп тұр. Біз мына жақтан кішкене жылжытып жібердік. Алдық. Y бойынша жылжытамыз былай. И привязканы қосамыз. Snap to. Бұрыштан ұстаймыз и планның үстіне қойып қоямыз. Не план бойынша тұр. Енді бізге не істеу керек? Терезелерді сызып шығу керек. Шетінен қараймыз. Белгілейміз. Так, мынау нүкте бойынша, мынау қырлары бойынша жұмыс. Так, не деп айтсақ болды? Border дей берейікші осыны. Сосын полигон. Edge дей берейікші. Edge, vertex, edge, полигон. Сосын элемент. Так, бізге edge-ге өту керек. Edges белгілеу керек. Бізде белгіленбей тұр. Неге? Өйткені біз мына кнопканы басу керекпіз. Выделение только былай. Қазір ішіне кірген кезде ғана белгіленеді. Автокадтағы тура. Бірақ бұл жерде настроить етіледі. То есть автокадта автоматын былай қарай и былай қарай болса, мұнда бұл бір кнопканың көмегімен қосылып өшіріледі. Бір рет бастық, міне осындай болып тұру керек ішінде. То есть мынандай болып тұру керек. Алдық, выделить еттік, қызылмен белгіленді. Содан соң, мынау свитіктің астында selection асты қарай түсеміз. Осы жерде connect деген бар. Басамыз. Настройкасымен. Көріңіздер ме, ортасын бөліп берді, қосып берді барлығын. Бізге екеу керек. Терезенің асты және үсті. Былай. Екеу, окей. Енді бізде не бар? Мынандай дүние бар. Енді терезенің орындары тесіп шығу керек бізге. Ол үшін мынаны өшіреміз и полигонға кіреміз. Каждый объектті мысалы edge-мен жұмыс жасаған кезде edge қосылып тұрып қалып кетеді. Мысалы қанша нәрсе жасап болған соң, бәр функциялар, то есть өзгертулерді енгізіп болған соң, барлығы осындай активный болып тұрады edge. Басып, сосын барып полигонға өту керек. Немесе сразу өтіп кетуге болады.
кейін жұмыс бітірген кезде оны белгілеп шығарып тастау керек. Қазір полигонға кіреміз. Бір бет. Альтты басамыз да іш жағынан қараймыз. Контролды басып екіншісін белгілейміз. Сырттан қараймыз. 1, 2 белгіленіп тұр терезенің орны. Астқа қарай түсеміз. Бридж басамыз. Окей. Так, бір терезе бар. Екінші терезе. 1. Альтты басып, колесиконы басып, былай ішке қарай қараймыз. Контролды басамыз да ішін белгілейміз. Бридж өзін басамыз. Бридж, мост деген сияқты. То есть екі полигонды бір-бірімен қосып жібереді. Енді мына жақтағы терезе. 1. Альт, колесиконы басамыз, ішіне қараймыз. 2. Контролды басып тұрып, екіншісін белгілейміз. Сырты, іші. Бридж. Так, мынау вроде санузел, да? Санузелдің терезесі тоже. Сыртын белгіледік. Сосын мынау жылжытуды жұмыс жасап жатқан кезде жылжыту жылжып кетуі мүмкін, да? Белгілеп жатқан кезде. Былай жылжып кетуі мүмкін. Сол үшін мынаны басып қойсақ болады. Select object. Альтты басып, ішке қараймыз. И контролды басып, ішін белгілейміз. Сырты бар, іші бар. Бридж. Так, бізде терезе бар. Қисайып кеткен жоқ па? Жоғарыдан көріп кеткен. Альт W. Төбеден қарайық. Ештеңе қисаймаған, да, дұрыс. Так, және полигонда тұр. Залдың екінші терезесі. Контролды басамыз, ішінен белгілейміз. Тағы бір рет бридж. Все, бізде терезелер бар. Так, терезенің высотасы сәл биіктеу болған дұрыс. Сондықтан Alt W өтеміз. Шетінен қараймыз. Vertex басамыз. Жоғары жақтан белгілеп аламыз. W басамыз. И ось бойынша былай кішкене жылжытамыз. Тастадық. Өшірдік. Қарадық. Енді бір терезеге келіп тұр. Так. Енді есіктердің жоғары жақтарын қосып шығу керек болды. Так, кіреміз. Select Object'ке өтіп аламыз режимді. Полигонға кіреміз. Бірінші есік, екінші есік және Bridge. Так. Компьютерім қатып қалды. Қатып қалды. Бүгін күні бойы жұмыс жасағанымыздан қатып тұр. Опа. Макста часто ошибка болып тұрады. Бұл кезде окей деген батырманы басыңыздар. Өйткені 3D Max ошибка создавать еткен кезде сізден сұрап тұрады. Мына жұмысты сақтаймын ба, сақтамаймын ба? Көп адам ағылшынша болған соң жауып тастай салады, X-ті басып. Окейді басу керек. Ол сақтаймын, сақтамаймын. Сақталып қалады, сонда жасаған жұмысыңыз далада қалмайды. Қайттан бастан етеді ол болады. Бізде жоқ. Мой компьютер, документы, 3ds Max, AutoBack и собак Require. Загрузка болғанға дейін біз кішкене
информация қарап кетейік. Курс барысында мысалы мынандай сияқты более-менее мынандай сияқты эффектке тырысу керекпіз. Рендер жасаған кезде конечный результат. Мысалы интерьер мынау мультяшный көрініп тұр. Конкретно мультяшный. Бұндай жарамайды бізге. Суреттен, шын сурет, не суреттен ажырата алмайтындай деңгейге түсу керекпіз. Рендер. Барлық көрініп тұр рендер екен. Ең жақсы рендер ол негізі шын суреттен айырмашылығы жоқ сияқты рендер ғой. Бірақ архитектурада мысалы стилистикаға байланысты мынандай нәрселер допускается. Кішкене скетч сондай сияқты көрініп тұру керек. Қолдан салынған сияқты. Интерьерде реалистичный болу керек барлығы. Шын өмірде қалай көрініп тұр, тура сондай сияқты соған ұмтылу керек. Бірақ кейінгі кездері архитектурада сондай требование, талаптар пайда болып отыр. Шын өмірде қалай болады, соған жақындатып көрсету керек. Модельдеп, жаңадан модельдеп отырып қой. Соны шын өмірдегі талапқа. Так, бакбюргер ашылды, recover. Окей деп басқандықтан сақталып қалды. Так, жалғастырамыз. Полигон. Екеуі етіліп тұр, белгіленіп, бридж басып саламыз. Қайттан қатып қалмаса болды. Бридж болды. Так, келесі комната. Контур басамыз, екеуін бір-біріне бридж. Тағы бір рет келесі комната. Спальня болды деймін, походу, бридж. Выделение стимать ету керек. Сосын барып келесі выделение кірісу керек. Бір. Контрол басамыз, екіншісі бридж. Так, ішкі комнаталардың есіктері жабылды. Енді сыртқа. Бір. Екі. Бридж. Так, бізде комната бар. Енді терезелер қою керек, есіктер қою керек. Есікті модель етуге болады. Терезені де модель етуге болады. Мен ойлап тұрмын, негізі қазір сіздерге модель етіп көрсетейін ба, әлде готовый файлды қосып көрсетейін ба? Соны ойланып тұрмын. Давайте модель етуді көрсетейін, кейін готовый терезелерді қалай қосу керек екенін көрсетемін. Так, мына жерге қараймыз. Мен бұлай қатты қиналмай-ақ қойдым. Делет еттім. W-ді бастым. Shift-ті басып тұрып, жылжытамын. Clone to object деген басам. То есть, мына объекттен бөлек объект болады. Сразу жазайық мына жерге. Окей. Өзіне өттім. Точканы выделить етем. Жоғары жағын выделить етіп аламын. Шеттен қарайым да. S кнопкасын басам, snap қосылады. Не көрдіңіздер ме? Жоғары жаққа таптым. Астына таптым. Міне мен объектім. Сосын мынау алдыңғы объекттен копировать етіп алған объект болғандықтан оның точка, центр точкасын, то есть опорный точка дейді, салмақтың точкасы сол жерден қалдырады. Оны мына жерде иерархияға кіреміз. After pivot only.
center to object басамыз, қайтадан өшіреміз, escape басамыз. Модификаторға кіреміз, белгілейміз. Енді мынаның ортасына түсті. Яғни точкасы ішке қарай кіргіземіз. Полигонға өтеміз. Полигон өзін белгілейміз. Белгіленіп тұр. Егер белгіленбей тұрған болса, белгілеп аламыз. Сосын полигонымыз бірінші 2-ке бөлейік. 3-ке бөлейік. Так, бұлай белгілейміз. Жоғары жақ және асты жақтағы қырлар, edges. Сосын connect жасаймыз. Астыға қарай түсіреміз прокруткамен. Бұлай түсіреміз немесе. Және connect деген бар. Екеуі как раз. Екеуі болса екеуі. Қайтадан полигонға өтеміз. Полигон бәрі белгіленді. Insert жасаймыз. Insert деген шеттен мынандай рамка жасап береді. Көрдіңіздер ме? Мынау жоғары жағында by полигон деп қоямыз. Каждый рамкаға каждый. То есть пластиковый немесе ағаш терезенің шетіндегі рамкасын жасап шығамыз қазір. Неге значение беру керек. Мысалы, примерно 40 дейік. Окей. Enter бастым и галочканы басуды ұмытпайық. Бар. Қайтадан экструд жасаймыз. Выделение снимать етпейміз. То есть сыртындағысын бәрі снимать етіліп тұр. Ішкі терезе. Экструдты басамыз. Мына жерге минус 10 дейік. Окей. Ішке 10 миллиметрге ішке кірді. Мынау сыртындағы рама и терезе ішке кірді. Так, жоғары жақтан қарай. Қалай тұр қазір? Дәл осылай тұра тұрсын. Аламыз да жоғарыдан қараймыз. Так, модификаторды қолданамыз. Модификатор. Modify. Сосын модификатор listed. Осы жерден кіреміз. Асты жақта симметрия деген бар. Так, симметрия. Қазір сіздерге оңай көрсетіп жатыр. Бұл заттардың бәрін қалай жасау керек екен. Так, қазір менде дұрыс емес направлениемен таңдап қалды. Флип басам. Жоғарыдан қарай. Симметрияны өзім мынау свиткін басам. Mirror басам және жылжытамын. Қараңыздар. Менде сырты ғана жаңа сондай еді. И іші де сондай болды. Симметрично жоғары жақтан көрдіңіз. Осьтің бойымен екі жаққа бірінші объектіден екінші жаққа копия жасап берді. Так, бізде бәрі дайын. Осыны енді копировать етіп басқаларына қойып шығу керек. Shift басамыз, копия жасау оңай 3D Max'та. Shift басып тұрып белгілейміз да, и былай жылжытып қоя береміз. Окей. Ұшынан захваттан ұстаймыз, мына сызыққа қоя қоямыз. Shift ұстаймыз, мына жаққа копировать етеміз. Copy. Окей. Сыртқа қойдық. Мына жерден захватпен ұстадық, мұнда қойдық. Көрдіңіздер ме, 2-5 snap қосылып тұрған соң привязка. Біздегі терезелер жоғарыдан қарап жасап отырып қой. Бір көрінгенде тұр. Жоғарыға немесе астыға түсіп кетіп отқан жоқ. Бір жазықтықтың бойымен жылжып жатыр. Және мына жақта. Shift басамыз, копировать етеміз, мұнда қоямыз. Окей. Сәл кішкене жылжытамыз. Сосын привязканың екінші түрін қолданамыз осы жерде. Так, мынау градустық привязка. Так, қостық. Осы суретіне қарап тұрып, оң жағын басамыз мышканың. Бастық. Мынандай окно терезе ашылады. Терезеден angle. Градус, angle.
90 градус деп жазамыз. Окей. Жаба саламыз. Сосын либо мынау select and rotate или E деген кнопканы басамыз. Ағылшынша E. E деген кнопканы бассақ, автоматически қосылды. Бұрамыз, 90 градусқа бұрып берді автоматически. Қайтадан W-ға кіреміз. Керек емес уже. Жылжытамыз. Шұнан ұстаймыз да, мұнда қоя саламыз. Бізде жан-жақта барлық терезе бар. Только бір терезе жоқ. Мұнда біреулік терезе болу керек негізі. Санузелдікі. Оны былай жасаймыз. Жоғарыдан аламыз, копировать етіп қоямыз мұнда. Окей. Шетінен ұстаймыз, мұнда қоямыз. Содан соң өтеміз да, editable полеға өтеміз. Іш жағы деп екен. Так, hide and selection. То есть біздің неміздің керек емес белгіленбеген нәрсенің бәрін өшіріп тастайды. Жасырып қояды, то есть. Editable полеға өтеміз. Полигонға өтеміз, мынаның бәрін выделить етеміз. Удалить. Удалить. Delete. Удалить. Жібердік. Бізде автоматически уже тұр. Көзі копиясын. Қайтадан мышканың оң батырмасы unhide all. То есть бәрін көрсет деп тұр. Так, енді жоғары жақтан қараймыз. Полигонға өтеміз. Точкаға өтеміз. Мына жақтан ұстаймыз да. Жылжытамыз. И точканы өзінен ұстаймыз да. Мына точкаға келеміз. Жасырдық. Ұстадық. Автоматом екінші жағы бар. Терезелер бар. Бүгінгі сабақ осымен бітті. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақ ертең жүргіземін. Сау, саламатта болыңыздар.